Дүкеннің дайын жаймасын дәл қолдың қамырындай етіп жуып, жұмсақ етіп пісірудің әдісін видеоның соңында айтатын боламын. Ал дәл қазір сізбен біз болып бірге ет асайық. Ет асуды білмейтін қазақ жоқ қой әрине, бірақ сонда да видеода түсіріп көрініп тұрғаннан соң енді айтып отырайын. Етіміз қайнап пісіп шыққаннан соң көбігінен тазартып, көкөністерімізді салып, ет піскенше қайнатамыз. Сол арада тұздығын дайындап қойыңыздар. Пиязды турап, қара бұрыш салып, сорпаның бетіне майын құйып дайындап қоямыз. Етіміз пісіп шыққаннан соң етті, картошканы барлығын сүзіп, сорпамызды тап-таза етіп қоямыз. Сорпаңыз азайып қалған болса, үстіне қайнаған су құйып жіберіңіз. Әрине етті де турап дайындап қойыңыз. Бүгінгі еттің қамыры менде Мадина жаймалары отандық өнім. Дайын жайманы алдымен осылай салқын суға салып, аппақ крахмалын шығарып алсаңыздар, өте керемет, жұмсақ қолдың қамырындай болып піседі. Бір 7-8 минут арасында қамырды қайнатып аласыздар. Өте керемет болып езілмей түсті. Қараңыздар, дара болып. Осымен біздің етіміз дайын, ас болсын. Сіздермен бірге Анаргүл Мұхтарқызы. Парақшам өте пайдалы, тіркеліп алыңыздар. Алда дәмді рецепттер болады.